Бір жасағаннан дайын болатын красный бархат тортының рецептін ұсынамын. Бұл рецептпен мен 5-6 жыл болды жасап жүргеніме міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен жұмыртқамызды салып, осының үстіне қант қосып, жақсылап миксерлеп көпіртеміз. Және ыдысыңыз міндетті түрде құрғақ болу қажет. Үстіне сұйық май, айран қосып, тағы да араластырамыз. Енді осының үстіне құрғақ массамыз ұн қалды. Ұнға алдымен разрыхителімізді қосып араластырып барып, сұйық массаға қосып араластырамыз. Одан кейін үстіне гелевый красительді қосамыз. Міндетті түрде гелевый пайдаланыңыздар, зиянсыз. Енді осы массамызды 3 бөлікке бөліп, соңғы бір бөлігі кішкентай болып қалады, ол сыртқы корждарына алып қаламыз. Осыны формамызға құйып, 10 минутқа 180-200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей бізде корждар дайын болды. Енді крем дайындаймыз. Менде творожный сыр және оның үстіне сливки, сахарный пудра қосып, жақсылап миксерлейміз. Бірінші творожный сыр мен сахарный пудраны миксерлеп аласыздар. Содан кейін барып үстіне салқын 35% сливки құясыздар. Осындай плотный крем болып шығады. Креміңіз осылай алғанда дайын болып тұрады. Енді тортымызды жинаймыз. Осындай формамен кондитерский мешокқа кремдеріңізді салып, дәл видеодағылай етіп жинап шығасыздар. Сыртқы қабатын қаптаймыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндеп шықсаңыз болады. Мен 4-ші артылған коржды осының сыртына ұсақтап сеуіп шықтым. Және жасап болғаннан кейін міндетті түрде 2-2,5 сағат холодильникте ұстаңыз. Сол кезде кремі корждарға әдем болып сіңіп, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, есесіне қолдан натуральный болып саналады.